Қайырлы күн оқушылар, бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып 7-ші сабақ жақшалы және жақшасыз өрнектер. Ертең 8-ші сабақ шығады. Сол сабақты жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңдар. Бірінші есеп, мысалдарды шығарып адамгершілік құндылықтардың бірін біліп жүр. 10 қосу 6 тең 16, 7 қосу 3 азайту 9. Бұл жерде жақша жоқ, сол себепті ретімен шығарамыз. 7-ге 3 қосқанда 10, 10-нан азайтамыз 9-ды 1. 10 қосу 8 азайту 4. 10-ға 8 қосқанда 18, 18-ден 4 азайтамыз 14. 18 азайту 2, бізде 16, 16-дан 6-ны азайтамыз 10. 16 азайту 16, 17 азайту 5, 12. Енді осы есептің шешуіндегі әріптерді кестеге қоямыз. Бізде құрмет деген сөз шықты. Балалар, ата-анамызды, мұғалімдерімізді, достарымызды, бір-бірімізді құрметтеп, сыйлап жүрейік. Екінші есеп А нұсқасы. Өрнектерді қалай оқиды, мәндерін қалай салыстырады. 16 мен 2 сандарының айырмасына 3-ті қосу. 16-дан 2 мен 3 сандарының қосындысын азайту. 16 мен 2 сандарының айырмасына 3-ті қосу жазуында алдымен 16-дан 2-ні азайтып, содан соң шыққан санға 3-ті қосу керек. 16-дан 2-ні азайтқанда 14, 14-ке 3-ті қосқанда 17 шығады. Нәтижені оқу. 16 мен 2 сандарының айырмасына 3-ті қосқанда 17 шығады. Мұндағы жақша белгісі бар бізде. Ең алдымен жақшаның ішін шығарып аламыз. Ә нұсқасы. 16-дан 2 мен 3 сандарының қосындысын азайту өрнегінің мәнін өзін тауып көр. Ең алдымен жақшаның ішін орындап аламыз. 2-ге 3 қосқанда бізде 5 шығады. 16 азайту 5 тең 11. Яғни бізде 16-дан 2 мен 3 сандарының қосындысын азайтқанда 11 шығады. Есте сақтаймыз балалар, жақшасы бар өрнектерде алдымен жақша ішіндегі амал орындалады. Үшінші есеп, амалдардың орындалу ретін анықта. Өрнектерді оқы, мәндерін тап. Бізде үлгі берілген ең бірінші амал бізде жақшаның ішін шығарамыз деп көрсетіп қойған, және екінші амал бізде жақшаның сыртын орындаймыз. Енді осы өрнекті оқитын болсақ, 10-нан 5 және 1 сандарының қосындысын азайтамыз. Берілген өрнектердің төртеуінде де бірінші амал жақшаның іші орындалады, екінші амал жақшаның сырты орындалады. 50 мен 20-ның қосындысынан 60-та азайту. 50-ге 20-ны қосқанда 70, 70-тен 60-та азайтқанда 10 шығады. Келесі өрнек. 9 санынан 10 мен 3-тің айырмасын азайту. Ең бірінші амал жақша орындалады. 10-нан 3 алғанда 7, 9-дан 7-ні алғанда 2 шығады. Келесі өрнек. 10 санынан 8 бен 1-дің қосындысын азайту. 8-ге 1 қосқанда 9, 10-нан 9-ды алғанда 1 шығады. Келесі өрнек. 17 санынан 4 бен 3-тің қосындысын азайту. Яғни 4-ге 3-ті қосқанда 7, 17-ден 7 азайтқанда 10 шығады. Төртінші есеп. Бос орынға тиісті амалдар таңбасын қой. 5 азайту 3, бізде 2 шығады. 2 қосу 2 тең 4. 7 азайту 2, 5, 5-тен 5-ті азайтқанда 0 шығады. 10-нан 1-ді азайтқанда 9, 9-ға 1 қосқанда 10 шығады. 10-нан 7-ні азайтқанда 3, 3-ке 6-ны қосқанда 9 шығады. Бесінші есеп. Есепті шығар. Диханшылардың құрметіне арналған концертке 15 қыз және одан 4-еуі кем ұл қатысты. Концертке неше ұл қатысты? Қысқаша шартын құрып аламыз. Қыз 15, ұл бізде белгісіз, бірақ 4-еуі кем. Шешеуі 15 азайту 4 тең 11. Жауабы концертке 11 ұл қатысты. Алтыншы есеп. Өрнектердің мәнін тап. 8 санынан 9 бен 5-тің айырмасын азайту. 9-дан 5-ті азайтқанда 4, 8-ден 4 азайтқанда 4 шығады. 15 пен 2-нің қосындысынан 4 санын азайту. 15-ге 2 қосқанда 17, 17-ден 4-ті азайтқанда
13 шығады. 19 пен 5 санын айырмасына 2 санын қосу. 19-дан 5-ті азайтқанда 14, 14-ке 2 қосқанда 16 шығады. 7-ші есеп: заңдылықты тауып, бос ұяшықтарды толтыр. Бізде үлгі берілген 3 және 5 деген бір таңбалы саннан 2 таңбалы сандар құрастырған: 35, 53, 33, 55 деген. Енді бізде астында 4 және 9 деген бір таңбалы сан берілген. Содан 2 таңбалы сан құрастырамыз: 49, 94, 44, 99. Енді арғарай бізде 2 таңбалы сан берілген: 75, содан бір таңбалы және 2 таңбалы сандар құрастырамыз: 7 және 5, 57, 77, 55. Жақшаларды алғаш рет өз жұмысында қолданған ғалым итальяндық математик Никола Тарталья еді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.